Армысыз оқырман, бүгін араға бірнеше уақыт салып, онда тұрған не бар YouTube каналымның кезекті, ең қызықты, өзекті қоғамдағы мықты бір тақырыппен сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Сіздермен Ақгүл Абдрасул, менің бүгінгі қонағым. Қазіргі таңда қоғамда өте актуалды және резонансты, екі жақта да, үш жақта да тудыра алатын тақырып ол дін. Қоғам болғаннан кейін әртүрлі көзқарас бар, әртүрлі түсінік бар, өзіңіз білетіндей. Бізде бүгін Қайрат қонаққа келіп отыр. TikTok желісінде, YouTube желісінде, Instagram желісінде седьмой эгоист деген атпен белгілі. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сұрақтан бастаймыз ба, әлде мен сізге сұрақ қойып кете берейін ба? Енді бәрімізге қызық, тіпті ол менің өзіме де қызық болған. Не үшін? Өйткені біздің санамызды туған кезден бастап бір ғана нәрсе бар. Сен Аллаға сену керексің. Жаңағы Құдайға сенбеген адам осындай болады. Ол намаз оқу міндет деген сияқты түсініктермен өсірді. Және де бізде қоғамда мынандай нәрсе бар. Біреу қазір хиджаб кисе, орамал тақса, соны біз идеал көреміз. Мен намаз оқимын ғой деп тұрып алдарына салып айтады барлық нәрсе. Бірақ енді ол нәрсе менің де журналистік тұрғыда миыма сыймайтын нәрсе. Өйткені ойлаймын, әр нәрсенің өзінің реті бар шығар деген сондай бір сұрақтармен жүретін тұғымын. Бірақ сіздің каналды және сізбен танысқан уақыттарда мүлдем басқаша көзқарасқа келдім бұл нәрседе. Сондықтан мен өзімнің YouTube арнамда осы тақырыпты қорғайын дедім. Енді тақырып өзекті болу үшін, барлық оқырманның сұрағына жауап беру үшін сұрақты мына нәрседен бастасам, неге седьмой эгоист? Әрине, бұл жетінші эгоист деген концепция дейміз ба, философия дейміз ба, білмеймін. Енді әркім өзімен өзіне ыңғайына қарай топтар. Бірақ негізі жетінші эгоист деген бұл қайдан шықты, бұл қалай келді бұл дүниеге деген сияқты. Кез келген идея, кез келген ой адамға ойлану арқылы емес, чылчокпен келеді. Бір моментте болады, бірден ойыңа түседі. Мен сондай момент болды 2019 жылы. Жалпы эгоист деген кезде барлық адам бір өзінің қара басын ойлайтын адамды айтады. Эгоисттер деп ойлайды. Қара басын ойлайды эгоист деп. Негізі эгоизм бұл бүкіл адамда бар. Барлық адамның бойында эгоизм бар, жануарлардың бойында да бар. Эгоизм әртүрлі топқа бөлінеді. Бірақ каналда мен жетінші эгоист деп қойған себебім бұл жалпы ғаламдық тұрғыдан, адамзаттық тұрғыдан, гуманизм тұрғыдан ойлана алатын адамдардың типі. Оның өзін эгоистке бөлемін. Өйткені 8-ші эгоист деген бар. Жалпы толықтырып өтейін қысқаша түрде. Мен негізі ол TikTok-да, YouTube-да да түсіндіріп айтқанмын эгоист деген. Жалпы неге 7-ші эгоист деген кезде, бірінші эгоист ол белгілі, ол қара басын ойлайтын адам. Екінші эгоист дегеніміз тек қана өзінің отбасын ойлайтын адам. Бар ма ондай адамдар? Тек отбасын ғана ойлайды, отбасына көңіл бөледі. Мысалы, мен оған нақты пример дейді, мысал ретінде мен әкемді аламын. Әкем менің таза екінші эгоист адам. Отбасына ғана көңіл бөледі. Отбасы десе барын бас кешеді. Бірақ бүгінгі қоғамның, бүгінгі гуманизмнің негізгі батыр ретінде көрсететін осы негізі екінші эгоист. Өйткені отбасылық құндылықты қатты дәріптейді. Үшінші эгоист дегеніміз кім? Ол ағайын туысты ойлайтын адам. Кез келген жұмысқа ағайын туысын тартады. Ағайын туысы аман болса болды, ағайын туысын тойынан, кез келген мерекесінен қалмайтын адамдар. Ағайын туыс десе өлетін адамдар, бірақ отбасымен қара басын мүлдем есепке алмайды. Сондай типтегі адамдар. Төртінші эгоист деген бұл қазақтың негізгі қазіргі ауруы. Әсіресе ауылдық жерлерде қандай деген кезде ол руға, жүзге бөлінетін адамдар. Немесе жұмысқа ұлы жүзді тартасың, шапырақшысың деген сияқты, немесе кіші жүздер жұмысқа кіру керек, немесе тек қана табындарды аласың, солармен ғана араласасың, тек рудың көлемінде ғана әңгіме айтатын, тек қана өзінің руының батырын дәріптейді, ақынын дәріптейді, өзінің руы туралы кітап жазатын адамдар. Бұл біздің қазақтың негізі дерті. Бесінші эгоист, ол да біздің дертіміз. Кезінде геноцид жасаған фашизмнің негізгі көрінісі бұл бесінші эгоист, бұл ұлтшыл адамдар. Тек қана өзінің ұлтын өзгеден биік қоятын, өзінің ұлтын ғана басқадан артық көретін, өзінің ұлтының дәстүрін ғана басқадан артық көретін деген сияқты, өзінің тілі ғана дұрыс, өзінің тілі ғана әлемдік болу керек, немесе тек қана өзінің тілі ғана сол тілде сөйлеу керек. Бұл ұлтшылдардың
негізгі қасиеті. Ал 6-шы кейс дегеніміз негізгі менің қозғап жүрген белсенді тақырыбым. Иә, мен 4-ші кейс, 5-ші кейс жайлы да қозғаймын, бірақ негізі 6-шы кейсті көп қозғаймын. Өйткені бүгінгі қоғамның негізгі дерттерінің бірі өсірмейтін деп ойлаймын. Бұл тек қана діни тұрғыда бауырластық құрады. Яғни тек исламшылдар қалу керек, тек ислам дінін ұстанатындар қалу керек, немесе тек қана христиан дінін ұстанатындар қалу керек. Фанатиктер. Негізі бұлардың бәрі фанатиктер. Бұл 6-шы кейс дейді. Ал 7-ші кейс дегеніміз кім? Бұл мен өзім қатысам, өзім жатқызамын. Бұл адамзат тұрғыда ойлайды. Адамның барлығы бірдей. Адам нәсілге, ұлтқа, тілге, түрге, дінге бөлінбеу керек. Адамның барлығы бірдей. Оны кім жаратты, қалай жаратты маңызды емес. Бірақ адамның барлығы бір деңгейде болу керек. Биологиялық тұрғыдан негізі барлығы бірдей. Мен сонымен келісемін. Ал 8-ші кейс дәрежесіне көтерілу үшін мүмкін келесі ұрпақ көтерілер, келесі ұрпақтар бұл құндылықтарды көтерер. Әзірге ешкім көтерген жоқ. Бұл 8-ші кейс, бұл жануар мен адамды бір деңгейге көтеру. Яғни адам мен адам қазір гуманизм ғой. Бірдей деңгейде болу керек, барлығы дініне, ұлтына, нәсіліне қарамай десе, 8-ші кейс жануарлар мен адамдар бірдей болу керек. Мысалы, кез келген қойды көріп, мынаны құрбандық үшін бауызға қан шығарайық деген әңгіме болмайды ол кезде. Оны міндетті түрде өзіңмен дәрежеңмен бірдей қылып. Ондай мемлекеттер де бар. Гуглда ақтарып қарасаңыз болады, жануарлар мен адам құқықтары бірдей. Мүмкін соған келсек 8-ші кейске келуіміз мүмкін. Қазірге бірақ мен өзім ондай деңгейге жеткен жоқпын. Алдымен адамдарды теңестіріп алған дұрыс. Өте қызықты. 7 түрлі эгоисттің болатынын мен де бүгін біліп жатырмын. Және де оның 8-шісі бар екені ол жұмбақ. Мүмкін алдыңғы уақытта да оны да айтарсыз деп. Енді осы уақытқа дейін ең мықты, енді сіздің тиктоктағы 7-ші эгоист арнаңызды мен қарап шыққан кезде түсінгенім, көптеген пікірлер лайктың санынан көп та тіпті. Өйткені әркім әртүрлі, енді 19 миллион халық деп айтады ғой, бізде 19 түрлі түсінік бар ғой. Сондықтан ешкімнің санасына шектеу қоя алмайсың, ойлау жүйесіне шектеу қоя алмайсың, оған келсем. Бірақ сол контенттің ішіндегі ең мықты қоғамда резонанс тудырған тақырыбыңыз қандай болды осы уақытқа дейін? Енді менің контентім барлығы резонанс тудырады әрине. Бірақ халыққа керек нәрсе ғылыми контенттер емес. Оны халық түсінбейді. Мен астрономия жайлы, биология жайлы, физика, математика жайлы айтсам ешкім тыңдамайды. Айтуға да мен білім қатты жете қояды деп айта алмаймын. Бір адамдай білемін, бірақ халыққа керегі өсек. Анау не болды, ананың жағдайы қалай болды, неге анау құлап қалды, анау неге тұрды, анау неге анау қосылды деген сияқты. Сонда мен контенттерді қараймын, ең көп жинағаны, егер мен бір молданың, имамның сөзін алып қиып аламын да шығарып, мынау дұрыс емес, мынандай көзқарас, сіз ол айтуға құқыңыз жоқ деген видеолар шығарсам, міндетті түрде сол контенттер атады. Жарысы жақтайды, жарысы даттайды деген сияқты. Сонда да қатты әсет. Ал ютубта ең жақсы атқан дін адамзаттың басқару құралы деген жақсы атты. Және жақсы жинады өйткені. Біздің қазақи қоғамда ондай қатты, ондай ашық түрде айтылмаған екен. Мүмкін содан жақсы шыққан шығар деп ойлаймын. Енді сіздің тағы да бір неңізде айтқансыз, жалпы қазаққа дін емес, ғылым керек. Осыны кеңінен түсіндіріп айтсаңыз, бірақ қазір қоғамда көп адамға дін керек. Жаңағыдай ғой, жастардың бәрін қарап отырсаң, қазір мен жұмаға баруым керекпін, иә? Немесе мен намаз оқимын ғой деп, жаңағы айтып кеткенім сияқты, бәрі белгілі бір сол неде жүрді, шекте жүрді. Ал бірақ сіздің бір неңізде, жаңағы шығарылымыңызда айтқансыз, қазаққа дін емес, ғылым керек. Біз неге ғылымнан алшақтап кеттік? Неге соншалықты дінге? Біз ғылымнан алшақтап кеткен жоқпыз, біз ғылымға жақындаған да жоқпыз. Өйткені ғылымға мүлдем жақындаған жоқпыз. Қай ғасырда да болсын, Алихандар, Алаш бозоқтары сонша шырылдап кетті, ғылымға жақындайық, Европа, Жапон сияқты мемлекет құрайық деп. Бірақ қазіргі қоғам оны бұрмалап алды. Олар дінді дәріптеген. Алғашқы молдадан сабақ алған деген сияқты жалған ақпараттарды, пропагандалық ақпараттарды тарату арқылы қазір өздеріне бұрып алды. Негізінде алаштықтарды оқыған адам кез келген біледі. Олар негізі ғылымды дәріптеген. Қалай етсек те ғылымды дамытпасақ, қазақ бір күні кез келген бір елдің құрбаны болатыны анық. Бұны сыртын қарауға болмайды. Намаз оқиды, ол бер жағы хиджаб киеді деген, жұмаға барады, ол бер жағы. Біздің қоғамға қазір дін керек па? Дін не үшін керек болып қалды?
жерден жеті қоян тапқандай қуанамыз. Мгм. 30 жылда осы жасаған нәрсемізге. Мгм. Қандай қоғамға керек? Тобыр қоғамға керек. Жастардың басы вакуум сияқты, пустой да, Мгм. қуыс. Оны немен толтырасың, солай кетеді. Мгм. Қазір жастардың бәсін ғылыммен емес, дінмен толтырып жатыр. Қияли әңгімемен. Дін ол біреудің жеке интимный нәрсесі ғой, Мгм. сенімі. Бірақ ол мен үшін миф. Мгм. Тырнақшаның ішіне алып қояйық. Мен Мгм. үшін миф. Сенбейтін де себебім сол. Мгм. Дәріптеп отырамын, өйткені қоғам қазір қараңғыланып бара жатыр. Өзі сөз ба, дін қараңғы ін деген. Мгм. Қараңғы інге кіріп бара жатыр халық. Оны Сұлтан Махмұт та мағжан да айтты. Мгм. Мен емес, менің сөзім емес. Өйткені тобыр стадо дейді ғой, стадный мышлениеде, тобырлық мышлениеде, яғни ойлау жүйесінде дін ғана керек, оған ғылым керек жоқ. Қазір қоғамдағы жастардың алып бара жатқан бағытына қарайсың, қазір қайда кетіп бара жатыр, қандай бағытта кетіп бара жатырмыз, соған қарап білуге болады. Алда Қазақстанның болашағы 50-50. Мгм. Ауғанстан Сирия болып кетуіміз Мгм. әбден мүмкін. Иә, енді бұлыңғыр ғой, өйткені менің өзімнің жеке басымның діни сауаттылығым мүлдем жоқ деп айта аламын. Мүлдем жоқ. Сондықтан да мен оған басымды тықпаймын. Айтады ғой жаңағыдай, басың сыймайтын жерге басқаша жасамай ақ қой дейді да. Шынымен де мен басым сыймайды, өйткені түсінбеймін. Ол мені біреу дінге тартса да бармаймын, немесе дін жоқ десе де ол әркімнің өзінің көзқарасы деп қараймын да. Мен өзім сондай адам болғаннан кейін де бүгін сізді каналға шақырып жатырмын да. Мен діншілмін деп те айта алмаймын, атеистпін деп те айта алмаймын, ештеңемін деп айта алмаймын, бірақ адаммын деп айта аламын да, болды. Түсіндім. Иә, сіздің тағы да бір сұрақ менің көкейіме келіп тұрған, жалпы дін мен ғылымның бірге дамуы мүмкін бе? Ол мүмкін бе жалпы мкға сыя ма? Жалпы ондай елдер бар, дін жағы да, бірақ ол елдерде дінге басымдылық бермейді. Бірақ 1000 рет қайнаса да сорпасы қосылмайды дін мен ғылымның. Мгм. Мүлдем. Екеуі бөлек. Иә, кез келген қазір эволюцияны алып келіп ортаға талқылауға болады. Уақыт өткен сайын эволюция расталып келе жатыр. Мгм. Бірақ діни фанатизмдер миына ол сыймайды. Оны айтсаң, мысалы мен мектепте мен әлі білемін, мұғалімдерім биология сабағы немесе тарих сабағынан кейін оқып болғаннан кейін соңында кітапты жауып, так оқушылар бұған сенбейміз, адам топырақтан жаралды деген кезде біз ол кезде ойламаймыз, баламыз деп, сонда бүкіл мектепте оқытылатын оқулықтардың бәрі өтірік ба деген сұрақ болатын. Былай қарап отырсаң, қоғамдық сапа негізі мектептегі білімнен басталады. Иә. Сапасы өте нашар білім. Мен өзім оқып шықтым ғой. Жоғары білім оқу орнында да оқыдым. Ешқандай мұғалімдерде сапа болмағаннан кейін білімінде оқушылар да соны қайталанады. Сондықтан қазір бірінші кезекте халықтың сапасын көтеру үшін, санасын көтеру үшін бірінші кезекте сол мектеп пен жоғары оқу орындарын түзеу керек. Сол кезде қоғам түзеледі. Бұны қазір көбісі ойлауы мүмкін, не үшін тиктокқа, ютубқа шығарасыз, не керегі бар, халықтың арасына іріткі салып дейді. Бұдағы шығарып жатқан мақсат менде бөлек. Ал негізінде дінмен күресудің керегі жоқ. Бұл ең қате тірлік мен үшін. Өйткені неге? Дінмен күрессең одан сайын күшейеді. Иә. Халықтың сапасын арттыру керек, білім сапасын арттыру керек. Білім сапасын арттырған кезде ғана халықтың санасы өседі. Қазір кез келген жастардың, мен 90% деймін, 80% деймін, сөйлескен кезде бірден білесің, мынада білім жоқ. Физика болсын, математика болсын, биология болсын, тарихтан болсын. Элементарный тарих қой, оңай, бірақ содан білім жоқ. Неге? Өйткені сен дін жайлы айтып жатқан кезде мен айтамын, діннің тарихын білесің ба деп, жоқ дейді. Жоқ, бәрі құранда жазылған дейді. Құранды оқыдың ба десем, жоқ дейді. Енді сен нені оқып неге сүйеніп айттың десем, уағыз бар сондай дейді. Халықта ешқандай кітаппен ізденбейді. Мен қатты қызыққан тақырыбым осы болды. Өйткені мен сондай жерде жұмыс жасадым. Содан мен осы тақырыпты көтеріп содан бері келе жатырмын, 2019-дан бері. Мен қатты ауыртқан тақырып, қазақты осы қараңғылықтан алып шығу үшін үлесімді қосамын деген содан бір қатты туындаған арман. Мен сонымен келе жатырмын әлі. Енді қазіргі уақытта қарап отырсақ, адамдардың бір назарын аударту дегенде нәрсе көп қой. Енді қазіргі қарап отырсаң, мысалға бір жағдай болады, сол жағдайды бүркелемеу үшін мына жақта бір қараңғы басқа дүниелер шығарып жатады, немесе әншілерді бұрмалап жібереді деген Отвлекающий маневр дейді. отвлекающий маневрларды мықтап жасап жатыр да қазіргі уақытта. Мен ойлаймын, сізге
осы парақшаны жалпы осы седьмой эгоистті жүргізген уақыттарда белгілі бір стороналардан, белгілі бір жақтардан, яғни, иә, кедергілер болды ма? Неге бұл тақырыпты сен айтасың? Мысалға айтады ғой, бір адам ел болмайды дейді да, мысалға бір адам. Енді сіз айтып жатырсыз ғой. Жаяудың шаңы шықпайды Иә, дейсің ғой. иә, бір Жалғыз адам, өзің шықпайды. иә, жаяудың шаңы шықпайды деген де бар қазақта. Сіз ғана айтып жатырсыз, бірақ сізді комментарий жазғанмен ілесіп алып кете алатын адам жоқ та. Өйткені бізде белгілі нәрсе, оның мен өзім де шет жағасында болғам. Бір адам кішкене көтерілсе, оны сразу басып тастайды. Сіздің осы контентті жасаған кезде белгілі бір қиындық тудырған уақыт болды ма? Немесе кедергі болған? Сен айтпа оны деп. Айтпауын деген болды. Ата-анам болды. Мгм. Қоғамнан Достарымдан болған. болды. Қоғамда араласқан адамдардың жартысы бас тартып кетті. Мгм. Жұмыс істеп жүрген жұмысымнан айырылудың негізгі басты себебі сол болды. Мгм. Біраз қиындықтар болды. Болмады емес, өйткені қоғам оған дайын емес еді. Жаңа Мгм. бір жігіт жазатындай, мына Шымкентте медреседе оқиды екен, сол кезде айтады да маған, осыдан 2 жыл бұрын жазады. Қалай ол қазақша контентте бет әлпетіңді көрсетіп отырып тікелей айта аласыз, ондай жоқ қой дегендей. Бар деймін, сіздер просто байқамайсыздар. Қазір бірақ бұрынғыға қарағанда қазір өте тамаша. Мгм. Skyq деген жаңағы каналы бар, көріп отырсыздар. Басқа да каналдар бар шығып жатқан, негізі көбейіп жатыр. Мгм. Мен осыдан 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын жазған кезде 90% комментарий, пікірлердің барлығы мені қарғыс пен боқтық болатын. Қазір керісінше. Сол 90% керісінше жақтап, о, кеттік, дұрыс, қазақты ояту керек, а 10% кішкене қарғыс. Жаңа бір пікірді көріп қалдым, бір жігіт бір неме контент басына былай жазып қойыпты. Мен осыдан сізді 2 жыл бұрын боқтап қарғай контент не пікір қалдыратын едім. Мгм. Қазір боқтап қарғайтындарды боқтап қарғайтын болдым деп. Ойым кәдімгідей өзгерді, тек қана соны бақылау арқылы деп. Өйткені мен неге үнемі салып отырамын, бір видеом әйтеуір біреу әсер етеді. Адамға енді мынау әсер етеді деп айта алмайсың. Біреуіне әркім әртүрлі тақырыпта әсер етеді да, сондықтан үнемі салып отырамын. Әйтеуір бір адамның ойын өзгертсем мен үшін жеңіс деп. Мгм. Осыдан 4 жыл бұрын салған кезде көбісі айтты, бұл шатпырақ әңгіме деді. Бұл далбаса не істеп жатсың деді. Не бүкіл қоғамды өзгертейін деді. Мен айттым, жоқ, бір адамды өзгертсем деді, жетеді. Мгм. Бір адамның ойын өзгертуге мен әсерін тигізсем, мен үшін үлкен жетістік деді. Бүгінгі таңда біраз адамның алғысын алып жатырмын. Бұл мен үшін шабыт. Өйткені қазір тек қана мен емес, біраз каналдар ашылып, біраз жобалар құрылып жатыр. Демек, қазақ оянып келе жатыр. Жалпы жан жаққа қарап отырсам, ASEAN мемлекеттерінде, мысалы өзіміз көршілес кез келген елді алатын болсақ, қазақстан ғана осындай зайырлық танытып отыр. Өйткені қазір маған ешқандай қоқаң-лоққы өкімет тарапынан болсын, діни топтардан болсын жоқ, бірақ жекелеген адамдардан болды. Сол 1 жыл болды тоқтаған оның. Бірақ соған дейін енді жеке қоқаң-лоққы адресін тауып алып, осындай бар, бала шағаң бар екен деп қоқаң-лоққы көрсеткендер көп болды. Бірақ олар тек қана қорқытумен шектелді. Іс әрекет бар ғой. Өйткені менде ешқандай оларға ашық тараптан жекесіне кірген жоқпын. Менде ешқандай, иә, мен артық әрекетке барған жоқпын. Ойымды бірақ айтып отырдым. Өз көзқарасыммен пікіріммен білгізіп отырдым. Ешкімнің жекесіне кіріп, боқтап, агрессия танытып, болмаса қандай да бір дөрекі әрекеттерге барған емеспін. Мүмкін сол үшін деп ойлаймын. Әлі де сондаймын, бірақ мен олардың ойын сыйлаймын, санасам. Бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек. Бізде мынандай пікір қалыптасып кетір, соны жойғым келді. Қазір айтып өтейін. Каналдың, бұл жобаның ашылу себебі қазақ қоғамында өзге де көзқарастардың да пікірі айтылу керек деген ой үшін. Әйтпесе қоғам қатты фанатизм болып бара жатты. Бүкілі тек қана ислам жайлы айтылу керек. Ислам жайлы айтылу керек, болды, сол уағыздар айтылу керек деген болды да. Бұл сол көзқарас жою үшін. Өйткені біз зайырлы елміз. Біздің қоғамда әртүрлі көзқарасты адам тұрады. Әркім өзінің пікірін айтуға шектеу болмау керек. Айту керек. Сол үшін мен ешқандай бетімді жапқан жоқпын. Ешкімнен қорықпаймын да. Өйткені мен ешкімге зиян келтіретін нәрсе істеп жатқан жоқпын. Ешкімнің жекесіне кіріп жатқан жоқпын. Сондықтан да шығар ешкім қатты қарсы келе қойған жоқ. Иә, мысалға мен енді бұл жерде еркін сұхбат болғаннан кейін өзімде есіме түсіп отыр. Мен өмірде бір 2 адамнан алдандым да, жұмыс барысында, бизнес барысында жалпы. Екеуінде де жаңа ойланып отырсам, екеуі де намазхан, екеуі де дін. Біреусі екінші рет үлкен суммаға алданған кезімде 5 уақыт намаз оқимын деп кез келген жерге жаңа жаймасын жайып намаз оқып жүрген бала. Біреусі кіші суммаға ең бірінші алданған кезімде полный хиджаб киіп алған қыз болған.
сонда ойлаймын да, адам неге өзін алдайды ма? Мен алдадым ма, немесе өзін алдады ма? Қазір қарап отырсаң, екінші жағы бар. Интернеттің бәрі толған, орамал тағып алған әйелдер, және де қоғамдағы атақтылардың бәрінің көбісінің әйелі, бәрі демей ақ қояйын, көбісінің әйелі хиджаб тағады. Хиджабты типа енді жаңағы әурет жерлерін жауып жүру керек адам деп айтады да, бірақ көп жағдайда белгілі бір шектерден шығып жататын да сол хиджаб кигендер. Өйткені ұлы сөздің ұяты жоқ дейді ғой. Жаңағы отырып алып хиджаб киіп алып, бірақ еркек адамдардың әйелдермен ара қатынасын қалай болу керек, енді типа сексологтар өте көп болып кетті да қазіргі уақытта ше. Оның размері мынандай деп неше түрлі нәрселер айтып отырады да, бірақ мен миыма сыймайтын нәрсе, басына былай орамал тағып алады, бірақ оның бәрін, если ол идеальный адам болса, шынымен дін жолындағы ол ағартушы адам болатын болса, өзін алдамай ақ олай неге ондай тақырыптарды айтады деймін да. Ол ашық, енді біз үшін жаңағы дін сияқты ғой, сексологияны үйретіп айтып беретін адамда бір ашықтық болу керек сияқты да. Мен Сіз қалай ойлайсыз? Бұл салдар, иә, себеп емес. иә, Мен бұл жерде 100% діндігін ойламаймын. иә. Адам ол өзінің тәрбиесінен. Дінге келетіндер мүмкін сондай тәрбиедегі адамдар шығар. Мына Ринат Зайытов айтты, 80% алаяқтар деген сияқты. Кейде ойланып қаламын, иә сондай сияқты деп. Өйткені олардың түпкі тәрбиесі сондай. Ол хиджаб кигеннен кейін өзгерген жоқ. Ол түпкі тәрбиесінде, ортасы сондай. Мен өзгердім деп айтады ғой, бірақ мен намаз оқимын. Адамды өзгерту, өзгердім. Дінді адам өзгертетін болса, діннің шығу тарихы біздің заманымызға дейін шықты. Ол гректер мен үнділерден, қытайлардан басталған. Дін өзгертетін болса қоғамда, қазіргі қоғамда біз жұмақта өмір сүретін едік. Мысалы, жер бетіндегі жұмақ ретінде Дания, Норвегия деген мемлекеттерді алады ғой. Пример ретінде, мысал ретінде Нидерланды алады. Иә, қазір Германияны алып жүр деген сияқты. Қарап отырасың, ол жақтың 80-70% дінсіздер. Ал жер бетіндегі тозақты алып көретін болсаң, қай жерде тозақ болып жатыр десең, таза ислам мемлекеттер басқаратын елдер. Ауғанстан, Сирия, Йемен. Рас қой. Бірақ көбісі айтады, Араб Эмираты дейді. Олар одан сайын сол жақта өмір сүріп жатыр деп айтамын. Неге деген кезде бүкіл мұсылмандар аштан қырылып, соғысып, жер бетінен жойылып жатыр. Ал олар бүкіл алтынды күміспен қаптап, алтынмен оранып, шейхтар қалай болса солай өмір сүр. 4 емес, 16, біреуінде 70 қатын. Неге деген сұрақ болды. Иә. Сол неге? Соның бәрін мен де түсінбеймін. Сол мына нәрсені түсіну керек. Халықта логикалық ойлау жүйесі, логическое мышление дейді, критикалық ойлау жүйесі жоқ. Өзі адамға 4 ойлау жүйесі керек. Логикалық, критикалық, рационалдық және дивергентті ойлау жүйесі. Сол ойлау жүйесі болған кезде адам ойланады, так тоқта, стоп. Неге бұлай? Неге ана жақпен салыстырғанда? Адам не үшін соны көбісі айтатын себебі сол ғой. Неге қазір әншілердің барлығы осындай болып кетті, спорттағы адамдардың барлығы неге ондай болып кетті деген сұрақ болады. Оларда просто осындай ойлау жүйесі болмағандықтан. Немесе олар біліп тұрса да оны жасамайды. Сондықтан бұл жерде дінді кінәлап қою керек жоқ. Адамның өзінің тәрбиесінен сондай. Ол бастапқы өзінің алып жатқан білімі, тәрбиесі сондай болды. Одан кейін хиджаб кигеннен кейін өзгеріп кеткен жоқ. Енді мысалы сақалдылардың қазір талқылап жүрген әңгімесі мүше өсіруге арналған витаминдар, дәрілер жарнамалап жүр. Әйелдер сексологтар болып кетті барлығы. Демек, олардың ортасында тек қана сондай нәрсе. Мен өзім бір неде видеомда шығарғам, белден төмен әңгімені ғана айта алады деп. Иә. Уағыздарында тыңдасаң да имамдардың тек қана белден төмен әңгіме. Өйткені неге деген сұрақ болады. Мен мұны ашып беріп кетейін. Неге имамдар неге ондай тақырып айтады? Сіз жұмақта қараңыз. Жұмақта көп нәрсе не айтылады? Еркектерге керек заттар айтылады. Арақ, шарап айтылады. Арақ, шарап айтылады. Неге айтылады? Өйткені кедейлердің қол жетімсіз, мәңгі мас болғысы келеді барлығы. Тафамен мәңгі алғысы келеді. Неге 70 қор қыз айтылады? Бірақ пәк. Ауыз сілекейі ағып тұрып айтады имамдар. Неге? Өйткені қолы 70 қызға, осы жерде пәк қызға адамдардың қолдары жете алмайды, кедейлердің. Жалпы религия, дін дегеніміз тобырды басқару құралы. Оларды осы жақта кедей болып жұмыс істеп шыдай тұр. Ана жақта зато 70 қор қызын құшақтап, арақ ішіп жатпайсың ба? Жұмысшы. Өзі адамға керек, адам не істемейді? Хайуани, рептильный мозг дейді ғой адам. Қалайтын нәрсе выживание, тамақ, секс.
сол 3 нәрсені ол жұмақта дайындап қойған. Шарап, жұмыс істемейсің, ол жақ жұмыс жоқ, мамандық жоқ, жұмыс істемейсің, тек қана шарап ішіп, 70 қорғызын сатып жатасың. Адамның хайуани миына тікелей шабуыл. Адамдар соған алданады. Ең мықты, иә, бірақ ол жерде сен ол жаққа барасың ба, бармайсың ба, қай жаққа Жоқ, ол барасың? маңыздысы бару бармауда емес. Иә. Маңыздысы қазір жұмыс істетіп алуда. Өйткені кезінде енді философтар болсын, патшалар болсын, уәзірлер, абыздар тегін тамақ жеу үшін солардың есебінен қара халықты дінді ойлап тапқан. Иә. Дін оларды басқарады. Тобырды басқаша басқара алмайды. Тобырды әскермен басқаруға болады, бірақ ол үшін миллиондаған әскер не істейді? Мыңдаған әскер. Бірақ дін керек болды. Бүкіл халықты сонымен тыныштандырып тұрады. Бірақ имамды шығарып қояды. Болды, халқым тыныш. Патшаға қарсы шықпаймыз. Тыныш отырамыз. Зато ана жақта бәрі сендер күтіп тұр. Деп үміттендіріп алған. Өзі адамды қозғайтын екі күш бар. Біріншісі рахат, екіншісі қорқыныш. Рахат ол жұмақ, қорқыныш ол тозақ. Ал егер бұзсаңдар, отқа тастаймын мен сені. Солар арқылы адамды басқарады. Өйткені адамның миы или қорқып жұмыс істейді, немесе рахат алу үшін жұмыс істейді. Бірақ 95% адам тек қорыққаннан жұмыс істейді. Сондықтан басқару құралы деген сол. Сондықтан мен жастарға үнемі айтамын, іздену керек, оқу керек, оқысаңдар, біліп қоясыңдар барлығын. Мен ақиқатты біліп туған жоқпын. Бұл шындықты біліп туған жоқпын. Оқисың, ізденесің, мынау мынандай екен, мына жерде мынандай нәрсе бар екен деген сияқты. Дінді зерттеуге қанша уақытыңыз кетті? Дінді мен мықты зерттедім деп айта алмаймын. 3-4 зерттедім. Мысалға мен жұмыста жүрген кезде ұсынды. Жұмыста өсу үшін шығар, мүмкін маған мүмкіндік берген шығар. Зам директор болып сол кезде де ұсынды. Осындай кітаптар оқып, пайғамбарлар тарихын берді, тағы бірнеше кітап берді. Мен өзім кітапты қатты жақсы көремін. Мен айналамдағы адамдардың көбісі маған жүретін кітап деп ат қойып алған. Қайрекең келе жатыр десе, жүретін кітап келе жатыр. Кітап оқығаннан ләззат аламын, қуанышқа бөленемін. Неге? Өйткені мәліметтерді білген сайын түсінесің. Заман қайда кетіп бара жатыр, адам қайда кетіп бара жатыр, қайдан басталды деген сияқты. Сол кезде менде кітап оқу арқылы керісінше оларға кірген жоқпын. Керісінше ой пайда бола бастады. Ақылды адамдар, кәсіпкер, барлығы осы кітапқа сене ма деген сұрақ болды. Оқимын, мына ертеге қалай сенеді? Мүмкін емес, бір жерде қателік кетті. Сосын христиан дініне жаңағы Ветхий Завет, Новый Заветке көштім, Тауратты үстіртін зерттей бастадым. Сосын Құдай тану деген Баяна деген кітап сатып алып оқыдым. Одан кейін буддизм кетіп қалдым. Сөйтсем буддизм негізін қалаған Сиддхартха Гаутама, оны зерттеп келдім. Даудизмге, ситизмге келдім. Зарастризмге өтіп кеттім. Барып анимизмге барып тірелдім. Анимизмнен басталған. Одан кейін дуализмнің 1000 жыл өмір сүргенін көріп, жалпы адам не үшін дінді ойлап тапты, неге керек болғанын түсіндім. Соны түсінгеннен кейін енді мүмкін табиғатта бар ма, немесе генде бар ма, бұны бөліспей тұра алмадым. Мынадан құтқару керек. Срочно дабыл қақты миым, қазақты алып шығу керек. Хотя кішкене бөлігім болса да қалғандар алып шығады деп. Содан басталып кетті бұл жоба. Жалпы деймін да, осы нәрселердің барлығы айналып тұрғанда қазіргі уақытта жаңағы хиджаб сияқты, басқа сияқты, енді бұрын мен бала кезімде Мекке деген сөзді ата-анамнан естіп өстім да, енді Меккеге бір жаңағы адам, енді біздің қазақта мен көрген ата әже өзімнің түсінігіммен айтады ғой, жаңағы етегі тазарған уақытта өзімен өзі жаңағы адам уже бала шағаң өсіп отыра алатындай жағдайда отқанда, мысалы мен өз атамды көрген жоқпын, нағашы атамды көрген кезде жасы уже, енді мен 80-ге таяған кезінде көрдім ғой, сол кезде 5 уақыт намазын жықпайтын. Таңертең тұрады, дәретін алады. Енді не істейді, ол арада бала шағасы бәрі өсіп жатыр, отыр. Әже екеуі оразасын ұстайды. Таза кәдімгідей. Бірақ ешкімге уағыз еш нәрсесін айтпайды, бірақ ақылын айтып отырады, не қылады. Бірақ өз-өздерімен сондай намаз оқып тұрғанын көргенмін да. Сол кезде айтып отыратын, бізде жаңағы бір үлкен еңбекпен енді ол бір бұйырған адам барады Мекке деген бар деген сияқты қылып мен солай естідім да негізі. Бірақ енді қазір қарап отырсақ, Меккеде кез келген бизнеске айналып кетті да, үлкен, мен үшін қазір бизнес сияқты да. Кез келген компания бар, тревел компаниялардың барлығы Меккеге алып бара алады. Кез келген кәсіпкер 1-2 миллион, 3 миллион ақша тапса бітті, Меккеде жүреді. Ол жерде Меккені жарнамалайтындарын да енді мен маркетолог ретінде өзім жазып сұрақ қойдым да. Мысалы менде қазір 2 миллион теңге жоқ, қалай оған не істеймін деген сияқты да. Бізде рассрочка бар, бізде мынандай бар,
қазір өстіп бөліп төлеп қойыңыз, одан кейін осылай аласыз, сосын барасыз, анау мынау. Сондай болып кетті қазіргі уақытта. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Біз барып Меккеге бару дегеннің өзінің де бір мән мағынасын өзін бір магазиндегі бір товарға айналдырып жіберген сияқтымыз қазір. Сонымен де жаңа сіз айтып отқан сияқты бір сананы ұстап отыр да. Бір блогерлер шығады да шамалы уақыттан қарасаң жаңағыдай Меккеде жүреді, мен бүгін өзімнің бір немді орындадым, осындай болды, осындай. И жастар да, кәрілер де. Жоқ, неге олар олай жүреді? Білмеймін Неге соны. блогерлер, спортшылар, әншілер неге олай болады? Олар тегін істеп жүр деп ойлайсыз ба? Ол да жарнама үшін да. Әрине, оның бәрі жарнама. Мгм. Бізде діннен жақсы, діни бір қандай да бір топтардан жақсы қомақты сома бөлінеді. Ол қазір сіз подкастты шыққаннан кейін барлығы көреді. Блогерді де көруі мүмкін, әншілерді де көруі мүмкін. Енді Бәрі көреді, дүмпу болайын бәрі деп. біледі. Не үшін ол неге не үшін барғанын. Мен бірақ мына нәрсені айтамын, арабтар өте жақсы нәрсе істеп кетті. Мгм. Араб халқы үшін. Мгм. Жақсы таусылмайтын байлық тастап кетті. Туризм, Меккені тастап кетті. Мгм. Мықты жарнама құйылса, халық тоқтамай арабтарға ақша құяды. Мұнайдан бөлек. Мұнай да бір күн таусылады, бірақ осы жүріп тұрады деп ойлаймын. Бірақ бұның да ауласы алыс емес. Біздің ұрпақ болмаса, одан кейінгі ұрпақ бәрібір дін болмайды. Менің футурализм деген не бар ғылымда? Ғылыми болжау дейді оны. Иә. Менің болжауым бойынша, бұл келесі ұрпақ емес, одан кейінгі ұрпақта уже дін қалмайды деп ойлаймын. Ортақ адамзатқа ортақ бір дін пайда болады, гуманизм сияқты. Мгм. Айттым жаңа сегізінші кейстер пайда болуы мүмкін, сол кезде адам мен жануар теңеседі. Мгм. Өйткені ана ұлықбектің сөзі бар, ұлықбек танисыз, әмір темірдің немересі. Мгм. Сонда бүйтіп айтады ол, дін тұман сияқты дейді, Мгм. бір күні сейіліп жоқ болып кетеді дейді. Мгм. Тек қана ғалымдардың хаттары қалады деген. тура сол сияқты менің де ойым сондай, бір күні жоқ болып кетеді, өйткені бәрі халық санасы ашылады. Айтады ғой, өтірік Мгм. құйрығы бір ақ тұтам, Мгм. су бетіне қалқып шығады, бір күні қалқып шығады. Қазір Қазақстанда резонанс не үшін туып жатыр? Мгм. Неге жастар ойлана бастады? Бір аз ғана бөлігі түсінеді, көбісі жаңағыда мышлениесі бар, ойлау жүйесі. Тоқта дейді да, стоп дейді да, ақырын зерттеп көреді. Былай. Мен көбісіне айтамын, ғылымды оқымай ақ қойыңдаршы, басқа дінді зерттемеңдер. Мгм. Просто өз діндеріңді оқыңдар, жай ғана Мгм. кітапты ашыңдар да оқып көріңдер. Мгм. Асқар сүресін оқысыңдар, кез келген сүрені оқыңдар, аятты оқыңдар, қалай басталды, қалай аяқталды. Содан кейін адамда ой пайда болады, мүмкін емес деп. Білмеймін, бірақ ақтап алғысы келеді. Әрине, мен мысалы 9 жасар қызымды мен 70 жастағы шалға бергім келмейді. Сіз бергіңіз келе ме? Біреуге төртінші әйел болып тигіңіз келе ме? Жоқ. Мен ондай нәрсені түсінбедім. Мгм. Түсіне алмадым. Қазақтың жалпы тегін жат нәрсе деп ойлаймын. Мгм. Жат нәрсе болғандықтан шығар қазақ осы кезге ысырып келді. Осы не айналамыздағы елдерге қарағанда бірінші қазақ ысыра бастады. Қазір өзбек қоғамы, менде Өзбекстаннан адамдар жазады, Қырғызстаннан адамдар, Түркменстаннан жазатын болды, бірақ ол жақтан шығу қиын. Бірақ жазғандар болды. Қытайдан көп жазады. Қытайдағылар не дейді, бірақ жан жағымызда айтады, сендер Қазақстан не деген зайырлы мемлекетсіңдер, ойларыңды ашық айтасыңдар ғой дейді да. Мгм. Бірақ мен мойындаймын, иә деді, бізге сіздерге қарағанда ол жақта ашық айтылмайды ондай. Мгм. Өйткені адамдар қысып тастайды. Мгм. Әлі ол жақта қоғам дайын емес. Біздің қоғам дайындалып келе жатыр. Мгм. Біздің қоғам жаман емес. Егер осы бағытты ұстасақ, қазір болмаса да 30-40 жылдан кейін біздің қоғам зайырлы қоғам болуына үміт зор. Мгм. Енді жаңағыдай айтады, түсінік бар ғой, Меккеде өлсең жұмаққа барасың дейді. Енді бұл да жаңағы бір әрекеттердің бірі ғой. Өйткені Меккеде өлген адамдарды жерлемейтінін білесіз ғой. Иә. Бір мусорға апарып бәрін бір жерге тастайды. Мгм. Бірақ адам оны қатты ол жағын да ойлана қоймайды. Мысалы Меккеде жүрген адамдарды көріңізші, бір-біріне жармасып, Иә. тығылысып, соны өліп кетеді, жүрегі қысылып. Мгм. Әйелдер мен еркектер жабысуға болмайды, ұстасуға болмайды дейді. Бірақ ана жердегі балықты көрсеңіз, ана бір кішкентай күмісті жалатылғанды сүйіп жатқанды көрген кезде мен қайдағы гигиена туралы айтады, қайдағы қатынас туралы бұлар айтып жатыр деген сұрақ болады. Арабтардың дастарханын көрсеңіздер, дастархан үстінде аяқпен жүріп тамақ беріп жатқанын көріп, олардың қандай судан бір дәрет алып жатқанын ішіп, соның тісін жеп жатқанын көресің да, былай қаясың, қалай бұл елден үлгі алып жатырмыз деген менде жоқ, соған қарап адамдар ойын түзей алмай ма? Сол жаққа барып келген кезде адамдар ойланады, мына не істеп жатыр, мен қай жерге келдім деп адам ойланбай ма? Иә. Жаңағы кім сияқты ғой, мысалы шықты ғой қасқырды, ой мен сән ғой қасқырды қолмен ақ ұстаймын дейтін кісі кім еді бір танымал, сол кісі сияқты барып келгеннен кейін ол кісі ойланды, тоқта, мен қайда келдім, не бұл деген сияқты. Сол сияқты мен ойлаймын, барып келген кезге адам ойлану керек шығар. Мен бармай ақ көріп отырмын, ананың
Иә. болмайтын деген сияқты. Иә, өте дұрыс. Енді барынша сұхбатты қатты бір жақтарға кіріп кетпеуге енді айтып жатырмыз ғой, енді әркімнің өзінің пікірі бар, әркім өзі елеп екшейді, бірақ жастарға біздің бәрібірден көзін, сана сезімін ашуға үлесімізді қосуымыз керек қандай жағдайда да. Әрине. Мен сіздің айтқандарыңыздан, айтып отырғандарыңыздан үлкен өзіме бір ойлар түйіп отырмын да қазіргі уақытта. Шын мәнісінде не үшін біз ондай нәрселерге сеніп кеттік қатты? Не үшін жердің бетінен емес, басқа жақтан іздеп жүрміз? Адасушылық дегеннің барлығы осыдан пайда болатын сияқты. Тағы да бір нәрсеге сендіріп қойды. Жаңағы Меккеге барып өлсең жұмаққа барасың, ақыр заманның белгілері мына нәрсенің бәрі болып жатқан деп. Бірақ соның барлығын біз адамдар өзіміз жасап жатырмыз ғой қазіргі уақытта. Енді дұрыс қой, адамдар өздері ойлап табады. Иә, өзіміз ойлап тауып жатырмыз. Дінді де ойлап жаңағыдай да. Бүкіл нәрсе адамдар бүкіл нәрсені, математиканы, сандарды бір күшті біреу тауды деп ойлайсыз ба? Сандарды да адам ойлап тапқан. Иә. Математика бір қарағанда көзге ол біздің күшімізден тыс, соны сандардан құралған деуге болмайды, бірақ математиканың өзін адамдар өздері ойлап тапқан. Сондықтан математика және дін деген не ол? Иә. Ол кез келген мен де отырып кез келген бір дінді ұйымдастырып айта аламын. Пеле сияқты. Пеледе үлкен бір дін, футболист білетін шығарсыз. Иә. Бүкіл қанша мың адам сеніп кеткен. Толстой да үлкен бір дін жазып кеткен. Бірақ дін деп атамайды оны. Философия да бір жағынан қарап отырсаң ол да дін. Соның артына еретіндер көп. Сондықтан қандай да бір қоғамда талқылап жатқан әңгімелер, болып жатқан әңгімелерге сыни көзқараспен қарап үйрену керек. Мынау дұрыс па, бұл не айтылып жатыр деп. Бірақ жастарды кінәламаймын, өйткені олардың бағанағы айтқан сияқты вакуум қуыста, бастарында ештеңе жоқ, олар соны сіңіреді. Бірақ қарап отырсаң, бізде діншілер көп емес Қазақстанда. Неге көп деп ойлайды? Неге жастар соған еріп кетіп жатыр? Бұл бірінші сұрақ. Бұл салдары. Себебі қазір мәліметтер әлі несі ғой, уақыт қой, информациялар бар желіде көрсетіледі. Желіде уағыз көп, желіде сол көп талқыланатын болғандықтан елден бәрі ойлайды, біз осындай екенбіз ғой, біздің дініміз ислам екен ғой, біз мұсылман болуымыз керек екен ғой деген сияқты ой бәрін не үшін қалыптасады? Өйткені желіде көп. Желіде осы тақырып көп талқыланатын болғандықтан бәрі біз сондаймыз деп ойлайды. Негізінде ол көп емес. Желіде сондықтан басқа да альтернатив тақырыптар көбірек болса, халық сол кезде ояна бастайды. Халықта таңдау болмағаннан кейін амал жоқ, соған барады. Халық таңдау жоқ қой, санасына сен қайта ақырын сіңіре берсең, халық біз солмыз деп ойлайды. Болмаса ең тәрбиелі халық немістердің өзі геноцид жасаған кезде 5 жыл кеткен Гитлерде. Біз ұлы халықпыз, арий елдерді қалу керек, сығандарды құрту керек, еврейлерді жер жүзінен құрту керек деу үшін де 5 жыл уақыт кеткен. 30 жыл не тәйір. Сондықтан меніңше ойлаймын, сыни ойлап үйрену керек. Иә, сыни ойлай алғаннан кейін көп нәрсеге енді сенбейтіндігім де сол шығар енді менің. Бірақ тағы да бір сұрақ туындап отыр осы тұрғанда. Неге адамдар түсімде аян көрдім деп немесе әулиелерді аралап жүреді? Оған сіздің көзқарасыңыз қандай? Мысалға қазір қарап отырсаң, қай жерге барсаң да, мен өзім де шет жағасында болдым. Әулие, осындай арыстан баб, мынандай дегендердің бәрінде біреу барып бала сұрап жатады, біреу барып жағдай дұрыстауын сұрап жатады, сол жерге түнеп жатады, сол жерге барып мал шалып жатады барлығы да. Ол да сіздіңше бір соқыр сенімнің бірі сонда. Бірақ енді плацебо деген нәрсе бар. Кез келген нәрсені, пустой капсуланы, дәріні мен осыдан жазыламын деп ішсең, жазылып кетуі мүмкін. Жоғары мүмкін деп өйткені плацебо бір нәрсеге қатты сеніп істесең, ол болады. Сондықтан ол соның нәтижесінде болып жатқан нәрсе деп ойлаймын. Ол былай аян берді деген сөз, ол кез келген адам түс көреді, түсінде кез келген нәрсені көреді, адам нені көп ойлайды, соны көреді. Сондықтан қатты сене қоймаймын бұл нәрсеге. Негізі адам миымен өзінің сана сезімін, ойды. Адам өзінің санасын зерттеу керек. Басқа нәрсені. Бүкіл нәрсе подсознание жатыр, иә. Ал енді маған да оқырманға да қызық сұрақ бар. Өзіңіз қандай идеологияны ұстанатын адам деп санайсыз? Мен маған айттым, жетінші егизм. Иә, мен гуманистік көзқарастамын. Маған маңызды емес. Мен мысалы Қазақстанда сақал өсіруге, хиджаб тағуға мүлдем қарсы емеспін. Көбісі қарсы деп ойлайды. Мен қарсы емеспін. Зайырлы мемлекет па? Болды, зайырлы болып жүруіміз керек.
бәріне рұқсат беру керек. Но деген сұрақ бар. Егер олар артық кетіп жатса, егер ол менің құқығымды шектеп жатса, менің көзқарасыма айтуға қарсы болып жатса, онда болмайды. Бұның теріс жағы бар. Көбісі дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Бірақ қарсы болмау керек. Олар да адам, олардың өз сенімі бар. Бірақ ол жеке сенім болу керек. Қоғамға қатты дәріптеліп, барлығы сондай болу керек, біз бәріміз осындай болуымыз керек деген ол болмайды. Былай гуманистік көзқарас менде. Барлық адам бірдей. Барлығы не істесе, соны қандай сенімде болса жүргізсін. Буддист болсын, біреу мұсылман болсын, біреу христиан болсын, маған біреу атеист болсын, айырмашылығы жоқ. Бастысы адами құндылықтан асып кетпеу керек. Егер сенің сенімің біреудің сенімін қорлап жатса, егер сенің сенімің біреуге зиян келтіріп жатса, онда ол сені тоқтату керек, заңмен, заң жүзінде. Бірақ мына Өзбекстандағы сияқты дінде заңмен тиіп қою дұрыс емес. Заңмен тиған сайын керісінше күшейеді. Просто халықтың санасын ояту керек. Сапасын, білім сапасын көтеру керек. Сол кезде халық өзінен өзі оянып, түсініп солай жасайды. Ал қысу арқылы, қатты қарсы шығу арқылы олай жасамау керек. Өте дұрыс айтасыз. Осы нәрседе бір қосып кеткім келеді. Мен осы қазір мысалға суицид жастар арасында өте көп та. Осы жаңа дінді шектемеу керек деген, адамды қыссаң ол сол көбейіп кетеді деген нәрсеге бір нәрсені қосып кетейінші. Осы Қытайда, мысалға Қытай мемлекетінде мынандай бір суицидке қатысты шектеу қойылған екен да. Суицид туралы мүлдем телеарналарда ешқандай неде айтылмасын мүлдем деп шектеуді қойған күні ол елде суицид азайған дейді. Ал бізде қазір сіз айтқан сияқты шынымен де дін туралы көп айтылады, демек біз діннің ақпараты бізге көбірек алып жатырмыз да, сол ақпаратты өте қатты. Жоқары жақсы білінеді. Бір жағынан былай айтайын ба, дін бір-ақ сөзбен келтіруге болады. Дін билік үшін пайдалы. Дін қарапайым халық үшін өтірік. Дін зиялы қауым үшін, дін билік үшін пайдалы, байлар мен билік үшін, халық үшін ақиқат, зиялы қауым үшін өтірік. Сондықтан бұл халықтың надан тобыр болғаны жалпы билікке де пайдалы. Сондықтан қаржыны бөлетін де көп, уағыз алып желіде көп жүретін де сол. Енді қарап отырсақ, біраз нәрседе біз қазіргі уақытта жастардың біраз адамның санасына төңкеріс жасайтын жауаптарды айтып отырмыз ғой. Тағы да бір нәрсе бар, қайырымдылық. Қазір біз сол жаңағы дінге сенгендігімізден біз қазір қайырымдылық жасайтын адамдарды, садақа беруге құмармыз, біреуді аяуға құмармыз, аянышты ұрпақ өсіп келе жатқанын мойындауымыз керек сияқты. Көп жағдайда сондай бір ата-аналар да бар, мысалға өздерінің мүлдем еңбекке жарамсызбын, бір-біріне енді дұрыс қой, көмектесу керек те шығар, мен де сіз сияқты ойлайтындығымнан көп жағдайда мән бермеуге тырысамын да. Бірақ өзіме келсе айтамын, мен де сен сияқты екі аяғы бар адаммын ғой, екі қолы бар, тіршілік жасап өзіммен өзім жүрмін. Бірақ неге біз соншалықты, біздің қоғам қазір бір сондай мұқтаж? Мен өзім жалпы мына пікірді ұстанамын. Балық берме, қамық берді. Балық берсең, ол қайтадан тойғаннан кейін. Ол да бір діннің әсері сияқты, бір сондай нәрсе. Әрине. Жоқ, мен енді ол діннің әсері бар, қайырымдылық жасау керек, садақа беру керек деген. Бірақ бұл қоғамды топастандыруға, жалқау болуға, еңбек етпеуге, ұмтылмауға алып келетін ең басты құрал. Өйткені неге сен қайттан балық берсең, ол қайттан балық сұрайды. Қан ашады, қайттан сұрайды. Қармақ берсең, ол еді, дұрыс па? Бірақ қазіргі дінді атын жамылып, қайырымдылық жасап жатқан кез келген орта болсын, адам болсын, түптің түбінде бәрі өзінің пайдасы бар көздеген. Иә. Сондықтан мен айта алмаймын. Олар бір шынайы қайырымдылық жасап жүрді. Жоқ. Ондай жоқ енді. Қайырымдылық жаса, айтпай жаса. Мен соны қайырымдылық деп айтамын. Бере сал. Иә. Бірақ оны шығарып желіге адамдардан жинап, мынаған үй алып берейік, анаған алып берейік. Сосын кез келген мұқтаж адам күтіп отырады, маған қашан қарекет қорытып маған үй алып береді екен. Асыру мен қашан үй алып береді екен. Ана блогер келіп маған қашан, мен кездегім қашан түседі. Сол үйді күтіп отырады, немесе кез келген нәрсені күтіп отырады. Неге біздің халық сондайға құмар? Лотерея ойнатқан бір машина ұтып алу үшін, сондай болмаса садақадан бір нәрсе алып қалу үшін. Ол сол блогердің байып жатқан, сол компанияның байып жатқанынан ешкім хабары жоқ. Өйткені халықта тағы да сол білім жоқ. Мәлімет жоқ, халықта ешқандай информация жоқ. Ешкім мәлімет білмейді. Ар жағында не жатыр? Ар жағында сол табыс көзі. Ол халыққа 10% жетеді, 90% өздерінің қалталарына қалады. Ойлана бір. Өлі батырлар деп айтамын.
әлеуметтік желіде Конечно. мысалы қазір өте көп та, алады да шығып көшеге шығып бір жаңағы пол жуатын апаны ұстап алып қайырымдылық жасап жүреді, көше сыпыратын жоқ, олар апаны енді блогерлер. жасап жүреді, сондаймен өздеріне бір жақсы атақ жинайды да. Подписка. Иә. Қазір ең бай бұл кәсіпкер болудың ең жақсы жолы подписка жинау. Иә. Өзіңе подписка жинасаң, сен ақырындап өзің жағдайын жасап аласың. Жинау үшін не қазіргі жақсы пранк не қайырымдылық. Біреу өтіп пранк жасайды да, артынан актерларды актриса жалдап сол бір нәрсе ұйымдастырады да. Подписка жинау, подписка жинаған жерде сен алтынды толтырасың. Бұл подкаст шыққан күннен бастап Қайрат екеуміз мықтап инстаграмдарымыздың бәріне защита қою керек сияқтымыз ғой. Жоқ, мен көбісі мынандай нәрсе ғой. Мен бұл 2019-дан бастап бұл идея қозғаған кезде Ақгүл, мен бұдан табыс табайын, мен осындай бір нәрсеге жаратамын болашақта деген болған жоқ. Мен керісінше табыс тауып осыған қаржы құямын деген. Қазақты қалай да оятам деген менде просто менің миымда әлі күнге сигнал тұрады. Мен қалай да үлес қосуым керек, қалай да оятуым керек, қалай да әсер етуім керек, қоғамды кішкене сілку керек деген. Сондықтан бұдан табыс табатын болсам осы кезге дейін басқа амалдар бар ғой, подписчиктен табыс табуға. Халыққа ұнамайтын нәрсе айтып табыс табу мүмкін емес. Көбіне мен ұнамайтын нәрсе айтамын. Одан табыс келмейді. Көбісі бүйтіп ойлайды екен. Артында біреу тұр. Біреу қаржыландырады. Мүмкін емес, қазақ жігітін өйстіп айтып отырғаны. Шетелдік бір азамат шетелде отыр. Ол орысша контенттер, ағылшынша контенттерден күтеді екен де көбісі. Қазақ контенттен ондай нәрсе күтпейміз дейді да. Бұл қоғамда резонанс тудырды ма? Тудырды. Мен табысқа көздеп отқан жоқпын, мен айтқым келіп отқан. Осы маған кішкене бір адамның болса да көзі ашылса, мен үшін үлкен жетістік. Негізі бүгінгі сұхбаттың да соңына таяп қалған сияқты, кішкене қорытындылау ретінде сіз үлгі тұтатын қандай тұлғалар бар? Үлгі тұтатын тұлғалар әрине көп. Ол анау Аристотель, Сократтан бастап берген адам, көп адам үлгі тұтамын. Қоғамға пайда алып келе алған, нағыз пайда алып келген адам бар мен үшін үлгі. Бүгінгі таңда батыр деп шынайы қарай алатын адамдардың бірі ол Дархан Әбдік. Мен оны сол кісіні қатты үлгі тұтамын. Ешқандай қаржыға негізделмей ашық айтып жүрген. Көбісі таниды ол кісіні. Менің аудиториямда көбісі сол кісіні таниды. Мен сол кісіге қарап түзелдім. Бұл айтқан кезде кімді үлгі тұту керек деген кезде шынайы, ешқандай, мысалы дінде бар ғой, сауап үшін деп. Мен ойлаймын, егер шынайы дін бар болатын болса, жұмақ тозақ бар болатын болса, атеистердің 90%-ы жұмаққа түседі, діншілердің 90%-ы тозаққа түседі деп ойлаймын, егер болса. Өйткені ешқандай очкос, яғни очко деген не? Ана жаққа барам деп, ана жұмаққа барам деп жақсылық жасау, бұл нағыз эгоизм. Ол бірінші эгоизм. Өзің ана жақтан главный болсам болды. Сол жақта болсам болды, барлығына бұл очко үшін. Ал атеистер не үшін жұмаққа түседі деп ойлаймын. Неге болып қалған жағдайда. Өйткені олар ешқандай очкосыз ана жаққа жұмаққа түсемін деп жақсылық жасамайды. Олар жақсылық жасау керек деп жасайды. Мен не үшін діншілдерден қорқамын? Дін керек қоғам әлде. Өйткені көп адамды қорқытып ұстау керек. Өйткені сана ашылған жоқ. Ал саналы адамға дін керек жоқ. Өйтіп айтады, дін тобырға керек, зиялы қауымға дін керек жоқ дейді. Не үшін философтар мен ғалымдар дінді ұстанбайды? Өйткені олар түсінеді. Сондықтан біздің қоғамға әлі де болса дін керек, дінмен ұстау керек. Жақсылық жасау үшін, мына жаққа бару үшін, мына жақта қалу үшін деген сияқты. Сондықтан мен үшін үлгі тұтатын адамдар сол ғалымдар, философтар, кез келген еңбек сіңірген, әлемге жаңа алып келген деген сияқты. Өзінің қара пайдасы үшін, өзінің қара басы үшін жасағандар мен үшін тұлға емес, үлгі емес. Өте дұрыс айтасыз. Менің де дәл көзқарасым осыған саяды, кішкене болса да. Ендігі алдағы уақытта, енді жаңа өзіңіз айтасыз, мен қаржы жинап, қалайда халықтың көзін ашсам деген ниетім бар, кішкентай болса да, бір адамның көзін ашсам да маған бұл өйткені ешқандай пайдаға келмейтінін мен білемін деп айтып жатырсыз. Алдағы уақытта 7-ші эгоист жобасын қалай көре аласыз? Иә, көресіз. Болашақта? Болашақта көресіз. Қалай дамытқыңыз келеді? Мен айта алмаймын ештеңе деп. Қоғам
қалай қай бағытқа бұрылып кететінін мен білмеймін. Әрине, түсіре егер бересіз. иә жалғастырамын халықтың көзін ашуда. Мен не үшін қаржы құямын деп отырмын. Мен қалаймын Қазақстанда бір мектептің болған, ана алашықтардың идеясын дәріптейтін, жалған пропагандалық идеясын емес, мына елдос айтып жүрген сияқты. Дінді дәріптеген дінді қорғап қалу үшін деген сияқты емес. Маған таза Еуропа сияқты мемлекет жасайтын. Менің негізгі үлкен арманым Қазақстан, Дания, Норвегия, Швеция сияқты, Нидерланды сияқты бақытты, бақуатты елге айналса. Болды, арманым сол ғана. Ал егер айналмаған күннің өзінде, егер бұрылып бара жатқанда, онда ұрпағымды міндетті түрде сол елге жіберемін. Менде екі таңдау тұр. Не сол елге кетемін, тіл үйренемін, немесе өз елімді соған айналдырамын деген. Мен біріншісін таңдадым, өз елімді айналдырамын. Барынша көремін. Егер болмай бара жатса, онда балаларымды сол жаққа жіберемін. Өйткені олар бақытты болуға лайықты. Мен оларды алып келдім өзім қалап. Мен оларға жауаптымын. Оларды бақытты жасауым керек. Егер Қазақстанда бақытты болмайтынына көзім жетсем, онда сол жаққа жіберемін. Немесе осы елде жасаймын. Негізі жасап жатқан себебім сол. Бірінші ұрпағым үшін. Ұрпағым зайырлы, өз қоғамдық пікірі, қоғамда өзінің пікірін ашық айта алатын, бақуатты елде бақытты өмір сүрсе екен деген барлық басқа арман жоқ. Өмір бір-ақ рет беріледі. Оны Ауғанстан, Сирия сияқты елде өткізіп алмаса екен. Иә, енді ол енді Ауғанстан, Сирия тақырыбына қарай тереңдеп кетсек, тым тереңдеп кететін сияқтымыз, оның бізге қажеті жоқ сияқты. Мен 7-ші эгоист жобасына сіз сияқты гуманистік еркін көзқарасты қараймын, шықсын, адамдардың санасын оятсын, өзіме де әсер еткен нәрсені мен өзіме алдым, әсер етпеген жағы енді ол қалды деген сияқты да. Алдағы уақытта сізден батыл, өткір қадамдар күтеміз. Психологтар айтып жүрген сияқты осознанный ұрпақ көбейсін. Енді айтады ғой, психологтың өзіне бару үшін де осознанный, оның өзі ары қарай өзінің миына, сана сезіміне келіп тірелетінін бе көп адам түсіне бермейді. Менің каналымның өзі аты айтып тұрған сияқты, кім қандай бағытқа қарай жүреді, ол қандай жолды таңдайды, мен өмірде айтам. Біреу кедей болса, ол өзінің таңдауы, біреу бай болса, ол да өзінің таңдауы, ол өзінің әрекеті, әрі қарай деп айтам. Сондықтан онда тұрған еш нәрсе жоқ. Жастар қандай дінге барады, бірақ кейін өзі зардабын көрмейтіндей, немесе ол діннің жолында қандай құрбандықтардың барын жоғын елеп екшей алатындай бір саналы ұрпақтар болса екен деген менің де тілегім бар. Сондықтан да біз қандай болайық, бағытымызды өзгертейік, ойымызды өзгертейік, санамызды өзгертейік, бірақ ештеңеден шектелмейік, өмірде барлық мүмкіндікті көрейік. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бүгінгі менің арнама қонақ болғаныңыз үшін рахмет. Үнемі бір слоганмен аяқтайтын. Магиядан мәліметте, насихаттан ақиқатқа деп. Жастарға тілерім сол. Магияға емес, мәліметке сеніңдер. Насихат, пропагандаға емес, ақиқатқа сеніңдер.